Ассалаумағалейкум, құрметті автосүйер қауым. Бүгінгі сіздерге бөлісейін деген видео. Мына көбіне Chevrolet Cobalt-тарға багажын ашатын кнопка жоқ, өздеріңіз білесіздер, пультпен ашып жүрген. Енді осыны қалай орнаттық, сіздерге соны көрсетейін деген. Ешқандай қиындығы жоқ, өздеріңіз орната аласыздар. Ең басты мына дүкенде сатылады мынандай кнопка. Соны мына жерде тесіп орнатылды, тек қана. Енді проводты қайда жалғадық. Қазір сіздерге көрсетейін. Мына релені көріп тұрсыздар ғой, мінекей. Мына провод осы жалғанады. Қарсы осыны алып көрсетейін. Жаңа кнопканың екі проводы. Соны алдық та, мына біреуін мынаған, екіншісін мынаған бекітесіздер болды. Екі провод. Осы екеуіне. Сосын қыстыра қойасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Осылай орната алсаңыздар, және өте ыңғайлы. Сосын аласыздар. Қазір алған бағытында қайтадан екі провод орнатып сала қоюға болады. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, коммент қалдырып, қаулада қараш парақшасына кетіңіздер. Және де YouTube арнама өтіп, жаңағыда осындай пайдалы ақпараттарын көруіңізге болады. Назарларыңызға рахмет.